Қайырлы күн баршаңызға, қалайсыздар? Біздің таңымыз осындай күнделікті сағат 9-да тұрамыз, яғни чайымызға, чайнигімізге суымды құйып, чайдың астын жағып, одан қасымда Омар тұрды ұйқыдан. Омарды бет ол өйтіп жууға алып келемін. Таңертең өзі жуынады, бетін сосын сабындап, енді сабындап қол жуған жақсы көреді. Врачтар сияқты чательно жуады енді тез өткізіп жүрмесек, бұл ұзақ жуады. Міне бұл менің кешегі пісірген наным, жұмсақ өте күшті болып піскен. Қазір кесіп сіздерге ортасын көрсетемін. Бір мақтанып қойын, арасы қалай піскенін, кесілгеннен ақ көрініп жатқан шығар, жұмсақ болғаны. Міне қараңыздар, өте күшті. Алдағы видеоларда бөлісемін рецептісімен. Енді дастарханымызды жайып, мына жерден шашылып жатыр, бала дастарханымыз ештеңе етпес, реттеп алдым. Вареньемді, қантымды, майымды, ірімшігімді қойып, осылай қойылап отырып, таңертең шайымызды ішеміз. Күнделікті біздегі бұл таңғы асымыз осылай өтеді. Енді сіздермен алдағы видеода кешегі күннен үзінді көрсететін боламын. Қараңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Баршаңызға сәлем. Бізде бұл кешкі уақыт, кешегі күндікі. Мен осылай күнде нан илеймін. Қолмен ешқандай нан сатып алмаймыз. Өйстіп, мен сияқты илейтіндер бар ма күнде? Ой, ертеңге мен нан пісіріп жатырмын. Біз айтады ғой, мен үйде не бар, общем, ағарғаннан не бар, соның бәрін сала беремін нанға да. Айран болсын, ашыған, или тұрып қалған қаймақ болсын, ашып кеткен сүт болсын. Бізде қазақта айтады ғой, бауырсақ деген ең апасына рецепт дейді, ішіне барлық заттарды ашыған заттардың бәрін сала береді. Менің де наным сол сияқты, бірақ сүті тәтті болып шығады. Мына екеуі үйді бездіріп жатыр. Кешке іштері піседі. Уже күн салқын неше күннен бері далаға шықпаған. Екеуі өйстіп бездіреді енді. Үйді кеше жинане, қазір жинане бесполезно ғой. Енді балалы базар осылай болады. Шығып бара жатырмыз. Ой, біз келіп қалдық. Құрсын, мынау машина ремонты бітіп, сонымен алып кетуге келдік. Алдында жолда қалып қойып едік. Ой, дала деген масқара, жел деген масқара. Жаман томып қалдым. Аман есен жолымыз болсын, енді үйге жетіп ағасын. Ертең шығам берсі. Так, түнделетіп супермаркетке келіп қалдық. Үйде сұйық май таусылып қапты. Енді сұйық майымыз. Қайсысы жақсы екен? Күшті көрінеді екен енді әншінің. Биылғы әкім молодец қой, прям ше. Бәрін жарқыратып. Жарық жоқ, көше жоқ шығар біздің ауылда. Ауылдан кіре берістен бастап осылайынан жанып тұрады. Улап-шулап бәріміз дүкенге қарай баратырмыз. Үйде бүкіл продукты бітіп қалған ғой. Енді машина кеше ремонттан келді. Сонымен бүгін дүкенге баратырмыз енді. Аспанды қараңыздар. Өте әдемі болып тұр. Хотя и бұлтты.
екінші супермаркетке келе жатырмыз. Бір жерден бір зат табу мүмкін емес бізде. Жүреміз өстіп іздеп барлықты әр жерден. Біз дүкеннен келдік. Бізде осындай продукты бүгін алғанымыз. Мына жерде күнделікті қолданысқа кететін сүтіміз бар, комет, ман краскасы, 2 балаға сок, ферри, қара нан, сыр, зелень, разрыхитель, бірден пісіріп атсақ. Так, қаймақ, сұйық май, кешеде алған болатынбыз. Томат бар, сок бар, айран, мандарин, гранат, алма, күріш, 2 килограмм. 5 килограмм күріш. Күнара күріш біздің үйде. Так, капуста, алма, сәбіз, картошка, қызға резинка, бритва, джумка. Біздің үйде бір любителі бар джумканы. Так, крылышко, голень, тағы жұмыртқамыз бар, 3 май и 1 қап ұн, тағы туалетный бумага бар. Барлығына 35 мың теңге кетті, ойлаңыздаршы. Күннен күнге продукты қымбаттап бара жатыр деген. Сол бізде осындай покупка. Қызым өстіп витамин ішеді күнде. Составы осындай іркілдеп тұрады, бүйтіп жуя сияқты. Каясин осыдан 1 қасық күнде ішеді, міне өстіп. Дәмі алманың дәміне ұқсайды. Иісі, то есть. Ну, бірақ дәмі енді кішкене морской дәмдер болады. Ешқандай вкусы білінбейді. Иісі осындай яблочный иіс шығады. Күшті ме? Ja. Давай. Ой, бізде обед ішейін деп жатыр едік, мынаңыздар. Кешеден бері жаңбыр құйып жатыр прям. Терезелер күшті болып тазарып қалатын болды. Так, бүгін бізде ужинға котлетка мен гарнирге рис. Соған осындай куриный котлет дайындап жатырмын. Менде енді самый любимый осындай бір күшті несі бар, рецептісі бар. Күшті шығатты котлетка. Оған грудка керек. Сосын мына пияз керек 1 бас. Және 2 нан керек. Нанның үстіне сүт құйғанмын. Сүтті көп құймаймын, кішкене алса жеткілікті. Және тұз, бұрыш и манна крупа салам. Осының барлығын өткізіп алып, котлетка формировать етем. Жасап көріңіздер, күшті шығады прямо. Так, бізде арасында Омарға осылай енді бүгіннен бастап каникул бізде. Сол себептен программадан қалып қоймасын, ұмытып қалмасын деп, осындай дәптер арнатып, бір текст көшіруге берем. Енді қол жаттығады, почеркі түзеледі. Та еще математикамыз бар, оны да орындаймыз. Енді лично өзіне жаңа көшіруге берген болатымын. Енді бірінші рет көшіріп жатыр, енді қарайық. Оның алдында мен бастамамен отырып көшіретін еді. Енді қазір тексерейік осыны. Апай болып тексеріп тастаған соң осындай қате. Енді келесі жазу қалай жазатын көреміз. Өстіп, 2 бетін аударып, туырып аламыз. Ал енді осы жұмысымызды бітіріп тастаймын, сосын тұрса тағы сүремін. Ойба, мынаны қараңыздар. Адасып кеткен. Біздің көршілер жақ көгершін асырайды ғой. Біздің аулада жүрген. Мына екеуі емес. Қас білесі маған?
болмайды, қазір ұшырып жүреді ғой, үйде тұрмайтын құс қой ол. Далада тұрады, жаңа егесі көреді қазір. Күшті да?